Армысыздар, құрметті көрермендер. Өсек емес бағдарламасының бүгінгі қонағы қоғам қайраткері, саясаткер, ұлт жанашыры Дос Көшім аға. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Халық Дос Көшімді жер комиссиясынан бері таниды. Содан бері сізді жақсы таныды барлығы. Сол отырыста айтқан бір сөзіңіз бар еді. Сатушысынан бастап премьер-министріне дейін жемқорлық жайлаған елде реформа жүргізуге болмайды деген едіңіз. Ал біз қазіргі қоғамда осы қазіргі біздің Қазақстанды жемқорлардан қалай тазалай аламыз? Және жемқорлардан тазалау үшін біздің елімізге қандай реформа керек? Мен ойымша екі жолы бар да. Бірінші, жемқорлар, азаматтар бірдемеден қорқу керек. Бізде қазір ешкімнен қорқпайды да. Сотты да сатып алады, прокурорды да сатып алады, кез келген мәселені сатып алуға болады. Демек ол біреуден қорқу керек. Менің ойымша, егер дін жолына жақсылап түссе, халықтың көпшілігі, ең болса Құдайдан қорқады. Бұл бір жолы. Дінге түсіп, жаңа Құдайдан қорқу. Екінші жол демократиялық институттарды орнату. Демократиялық институттар енді көп жылдан бері талай өркениетті елдердің бәрінде сынақтан өткен тәжірибесі бар. Енді оны ең бір тамаша жүйе деп айта алмаймыз. Оның да бір кемшіліктері, көлеңкелі жақтары бар. Бірақ адамзат осы уақытқа дейін одан артық жүйе ойлап тапқан жоқ, өкінішке орай. Сондықтан сол демократияның институттары орнаса, сол уақыттарда мен ойымша жемқорлық біршама шектеледі. Осыдан 2 жыл бұрынғы сұхбатыңызда айтқан едіңіз, жемқорлықтан құтылу үшін сол демократиялық институттарды елімізге орнату керек деп. Ал қазіргі уақытта осы институттар біздің елімізге орнығып жатыр ма? Шындығында біз конституциямызға демократиялық мемлекетпіз деп жазуы бар. Барлық жерде айтамыз, демократиялық институт, демократия қадам басып келе жатырмыз деп. Бірақ демократия деген абстракты мәселе емес, оның нақты өзінің белгілі құрылымдары бар. Көзге көріп, қолмен ұстауға болатын. Оның атын демократияның институттары дейді. Бір жерде 8, бір жерде 10, әрқайсының әртүрлі бар. Мен 4-5-еуін атап өтейін, халыққа танымал. Бұның біреуі мысалы көп партиялық жүйе. Бізде 6-7 партия бар дейміз. Бірақ шындығында да осылар классикалық партияның жүйесіне келе ме? Бұларды жаңағы азаматтар жиналып өздері не дейміз, құрып, өздері сол арқылы жұмыс істей алатындай саяси аренада мүмкіншілік бар ма Қазақстанда? Керек десеңіздер, жаңағы билікке қарсы, әйтпесе билікті сынайтын бір партия құрайтын болса, оның тіркелуінің өзі шындығында да мүмкін емес мәселе бізде. Алғадығы менің ойымша 6 жыл бойы тіркеле алмады. Басқа партиялар бар, бірақ олардың енді көпшілігі белгілі бір жасаған түрдегі жасалған партия деп ойлаймын да өз басым. Сондықтан көп партиялық жүйе жоқ деп айтуға болады. Демократияның тағы бір институты жергілікті өзін-өзі басқару. Жергілікті өзін-өзі басқару біздің 89-шы бабымызда барды Конституцияның. 6 рет соған байланысты заң дайындалды. Мен 6-ауына да қатыстым сол заңдарға, кейбіреуін тоқтатуға қатыстым. Қысқасы жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң бізде қабылданған жоқ. Аяқ жағында оған түрлі өзгерістер енгізіп, жаңағы бап қазір өзгертілді. Бізде қазір жаңағы жергілікті мәслихат, соның бәрін жергілікті өзін-өзі басқару деп санай саламыз. Шындығында да өзінің бюджеті бар. Халықтың өзі сайлап қойып, өзі ала алатын әкімдерін сондай жергілікті өзін-өзі басқару бізде орнаған жоқ. Демек, ең бір керекті институттың біреуі халық билігінің ол да жоқ. Қысқасы, егер біз осының бәрін айтсақ, тәуелсіз баспасөзді айтсақ, әділетті демократиялық сайлау жүйесін айтсақ, бұлардың бәрі Қазақстанда өкінішке орай әлі жоқ. Кейбіреуі декоративті түрде аты бар, заты жоқ. Кейбіреуі жартылай бар, жартылай жоқ. Егер демократиялық институттың біреуі орнамаса, ол елде шындығында демократиялық қоғам орнамайды. Қысқасы, Қазақстан бұл жөнінен әлі де болса әттеген аймай жүрміз. Жаңа айтып жатсыз, жемқорлардан құтылудың 2 жолы бар деп, бірі діни жол дедіңіз. Бірақ қазіргі кезде осы елімізде, жалпы әлемде болсын діни алауыздық күшейіп келе жатыр. Сәләфизм дейміз, бахаизм дейміз, басқа да түрлері бар. Тіпті олар соңғы осы 2-3 жылдың ішінде ашық соғысқа көше бастады халық арасында. Осы діни жолмен біз жемқорлардан құтыламыз деп, керісінше өзіміз арандап қалмаймыз да. Соңғы кездері осы мысалға сәләфизм сойқандары да қатты күш көрсетіп жатыр халыққа. Олардың жалпы басты мақсаты неде? Енді мен дін танушы емеспін, теолог емеспін. Шындығында да біз бір өл арада тұрмыз да. Бұрын тоталитарлық атеистік мемлекетпіз, халқымыздың бәрі Құдай жоқ деп үйретті өзге. Оны ғылыми жолмен дәлелдеді, оның атын атеизм дейді. Соның бәрін оқып шықтық, жаңа сіздер сияқты жоғары оқу орындарында. Содан кейін барып, ашылып, ерік беріп, әркімнің өзінің ар-жан бостандығы болған уақыттарда біздің бәріміз дінді іздей бастадық. Іздегенде не іздейміз? Өзіміздің ата-бабаларымыздың жаңағы баяғы ұстанған дінін, өзіміздің мұсылман дініне көше бастадық. Бірақ оны жақсылап беріп, оны түсіну үшін менің ойымша біраз уақыт керек екен.
Менің ойымша Қазақстанда әлі 15 жылға дейін созылады бұл. Қазақстанның азаматтарының кем дегенде 50%-дан артығы дінді бір адамдай біліп, оның ең болмаса негізін үйреніп алғаннан кейін, олар өздерінің белгілі бір көзқарастарын қалыптастырады. Қазір біз анау пірмін десе соның сөзінен артынан еріп кетеді біреу мына жақтан мына жердегі сендердікі қате, біздікі дұрыс десе, ойлап қарайды, аныкі да дұрыс сияқты дейді. Біреу бұрын сендер дінді қазақтар дұрыс ұстамаған, оның мынандай жерлері дәстүрге кетіп қалған, дінмен дәстүр араластырып жүріңдер деп сын айтса, біз соны қысқасы біз өзіміз бағалай алмаймыз. Біз өзіміз соны бағалау деңгейіне жеткен жоқпыз. Сондықтан дінді түсініп, кейіннен дін белгілі бір жолға түсетін айдан анық. Бұндай өтпелі кезеңнен бәрі де өткен. Біз қазір адасу кезеңіндеміз, әлі де ізденгіміз келеді, тапқымыз келеді. Иә, мешітке көп барып жатыр, жастар көп барып жатыр. Менің ойымша олар біраздан кейін барып белгілі бір деңгейге түседі, белгілі бір жолға түседі. Сол уақытта жаңағы не дейміз, белгілі бір басқа пиғылдағы діни ағымды қабылдамайтын, не болмаса да оның біздің өзіміздің дәстүрлі мұсылмандыққа беретін қарсы жақтарын көре отырып, өздері ой түйетін деңгейге жетеді. Бұл халықтың көпшілігі сондай жағдайға жеткен уақыттарда, менің ойымша мынандай ішкі бөлініс, әйтпесе ішкі ырду-дырду, араздық, кикілжің, не болмаса жаулық деңгейге дейін көтерілу, менің ойымша сол уақытта тоқтайды. 10-15 жыл керек деп жатсыз. 10-15 жылда кеш болып қалмай ма? Жоқ, менің ойымша кеш болмайды, бұл енді амал жоқ өтетін дүние. Енді оны басқаша не істейміз қазір? Иә, біреулер айтады, мынауымыз дұрыс, иә, біреуміз мынау дұрыс екен, мынауымыз қате екен. Мысалы, бір-екі мәселесін айтайық. Иә, дейді, біреулер айтады, қаза болған үйдіге қазан көтеруге болмайды. Бұл жерде, мысалы, Құдай ас бермейміз бар, жаңа адамды жерлеп қайтқаннан кейін. Шындығында көбісі айтады, Құран жолымен ол дұрыс дейді. Бірақ біздің қазақтың қалыптасқан дәстүрі бар. Себебі біздің ана жеріміз үлкен, адамды мысалы бір күн жатқызамыз. Өйткені келіп топырақ салсын, қоштасып қалсын дейміз. Ал шындығында дінде тезірек, шындығында да жерге беру керек деген жаңағы не дейміз, бағыт бар. Бірақ қазақ өзінің дәстүріне, өзінің мысалы болмаса ауа райына дейміз бе, өзінің жер алшақтығына дейміз бе, өздері соған байланысты өзіміз кейбір бір ерекшеліктеріміз бар дінді қабылдаудың. Және оған дәстүріміз бар. Дәстүр мен дін бізде бірігіп кеткен біраз жер, кейбір жерлердің. Қысқасы осының бәрін не дейміз, бір қазақи дінді қабылдау бізде қалыптасқан мәселе бар да, бірақ қазір оқып шыққандар, тағы басқа алғандар айтады, ойбай, мынау біз қате екен, мүлдем, мынаны алмайық деген мәселе. Қысқасы менің ойымша бұның бәрі белгілі бір түсіндіру арқылы, насихат арқылы ғана келу керек. Жаңағы заңменен ойбай тарбалақ киген, шалбар кигендерді ұстап алайық. Не болмаса сақалдарын бет-бетіне өсірген адамдардың бәріне, жаңа не дейміз, көшеде жүргізбейік деген нәрсе, бұл үлкен барып тұрған ақымақтық дейді. Сонда біз ондай заң жасау арқылы тие алмаймыз ба? Ешқашан тие алмаймыз, қайта онда қарсылыққа ұшыраймыз. Себебі тыйым салған уақыттарда адамзаттың бойында әр уақытта соны қарсыласу бір несі болады да, мінезіміз бе, қасиеті болады. Кез келген адамның ол. Сондықтан тыйым салу ол ешқайда жеткізбейді. Ол мүмкін уақытша бір нәтиже беруі мүмкін. Иә, көшеге жаңалар шықпауы мүмкін. Бірақ сақалдарын қырып тастағанмен жаңағы іштегі пиғылдары сол күйі қалады олардың. Әңгіме сақалды емес, және балақты емес. Үкімет заң шығарар алдында қоғамдағы саясаткер, қайраткерлермен ақылдаспай, өздерінің белгілі бір мамандармен бірігіп алады да, жаңа заң жобаларын жүзеге асыра береді. Оны халық қабылдай алмай қалады кей уақытта деп айтып едіңіз бір сұхбатыңызда. Ал осы соңғы заң жобаларының бірі латын әліпбиіне көшу туралы не ойлайсыз? Оны халық қабылдай алды ма? Толық бәрі қабылдады деп айта алмаймыз. Мүмкін жалпы әсіресе бұл енді қазақтың несі ғой, реформасы, қазаққа арналған, қазақ тіліне арналған. Мен ойымша 85%-дай қабылдады, 15%-дай қарсы шықты. Ол болады міндетті түрде. Мен өзім сол жаңағы латын графикасына көшетін комиссияның мүшесі болдым. Сол жаңа әліпбиді дайындадық біздер. Сондықтан мен енді халықтың бәрі қабылдады деп әрине айта алмаймын. Бірақ бұл реформаның қиыншылығы да бәрі бар, әлі алдымызда оның бәрі күтіп тұрған шығар. Дегенмен бұның бір ғана беретін жақсылығы бар. Біз отаршылдықтың таңбасы болған кириллицадан құтыламыз. Бұл бәрі бір, не дейміз, менің жаңағы көз алдымда бір мойындағы қарғыбау сияқты да, біз ұстап тұрған. Таңба кез келген уақытта өзгере береді. Біз осы уақытқа дейін бір 100 жылдың ішінде 3 рет таңба өзгердік қой. Араб тілі, латын тілі деген сияқты таңба өзгереді, және оны қазақ халқы тез қабылдайды екен. Оны латын әліпбиіне 29 жыл көшкенде де көрдік, оны Байтұрсыновтың кезінде де көрдік, жаңағы жасаған әліпбиесінде. Қазақ тез қабылдағыш халық. Қазақ интеллектуал дейміз ғой енді. Зияткер, сауатты халықпыз, потенциалымыз біздің өте жоғары. Сондықтан мен одан қорқып тұрмаймын. Әңгіме сол әліпбидің жақсы болып шығуы. Себебі бұл 100 жылға кететін, 1000 жылға кететін әліпби ғой. Осы жерде әттегенай тағы бар. Себебі билік, президент былай деп айтты деді да, оның ішіне біздің күтпеген мәселелерімізді қоса бастады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Әуелі жаңағы, не дейміз жаңағы,
принтер дейміз, пернетақта. Содан аспайтын болу керек деп президент айтып қалды деді. Содан кейін апострофты қосып, одан құтыла алмады. Жаңағы пернетақтадан аспаймыз деп, бір дыбысты екі әріппен белгілеуге кірісті алғаш рет жаңағы 11 қыркүйекте бастаған уақыттарда. Қысқасы бұның бәрі жаңағы бір адамға жағымпазданудың салдары. Әліппемізді құртып жібере жаздады. Қазір керек десеңіздер, қазір әлі толық қабылданып болмаған жердің өзінде, мысалы, бір-екі әріпке менің өзім сыни көзқарасым бар. Мысалы, Ч әрпінің қажетіне мен түсінбеймін. В әрпінің қажетіне. Бізде Еуропа, тауар деп айтып жүрміз ғой. Оны кіргізген себебі мен өзім ойымда, мүмкін бұл жеке мен ойым шығар. Бұл Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев дегендегі Ч-менен оны сақтап қалу деген сияқты болып көрінеді да маған. Бұл да ақымақтықтың ең үлкен шегі. Мен білем қалай биліктің араласқанын. Әліпби жасаушыларға. Сондықтан өздері араласты, халық қарсы шыққаннан кейін барып, қалай жаңағы түзетін білмей, біресе былай жүгірді, біресе былай жүгірді. Сондықтан өте дұрыс айтасың, мына биліктің араласқан реформаға бұл әсіресе бұл тілшіге беру керек қой. Бізде тілші ғалымдар бар, және оның ішінде фонетиктер бар. Тамаша. Соларға бер, олар отырсын, сөйлесін, айқайласын, таласын, бірінің бір шаштарын жұлсын, ақырағында мынаған келсін. Бұл жерде президент аппаратының қандай қатысы бар, ішкі саясаттың қандай қатысы бар, әкімдердің қандай қатысы бар, мен түсінген жоқпын. Бірақ осылардың бәрі болды, өкінішке орай. Мен оны көрдім. Біз оған қарсы шықтық та. Себебі алғашқы ұсынған парламенттегі алғашқы нұсқасына бүкіл халықты қарсы шығаруға тура келді. Себебі жаңағы диграфтардың берілуі ешбір адамдар қолдаған жоқ, жай қарапайым халықтың өзі қолдаған жоқ. Соны жеткізуіміз керек болды. Ал оны беріп отырған биліктегі бір адамдар не үшін бергенде мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Сондықтан реформаның ішіндегі бір халықтың көпшілігінің қолдаған осы реформасының өзін ит талағандай қылды. Осы латын әліпбиінің соңғы шыққан нұсқасына көңіліңіз тола ма? Мысалы, қалада осы ұлттық кітапханадан бастап, мектеп балабақшадағы жазуларға дейін сол жаңа форматқа өзгеріп кетті. Шынымды айтсам, мен сол қараша айында алғаш рет осы біздің комиссияны ысырып қойып, өздерінің жаңа нұсқасын парламентке ұсынған уақыттарда тіл институтының бастығы, біздің комиссияның бастығы ертең Қажыбек айтты, мен комиссиядан кетемін, рахмет жігіттер. Содан бері мен шын айту керек, қазір қарап жүрген жоқпын, қалай болады. Мен білем, кез келген жаңағы әліпбиді берсе де біз бәрі қабылдап, оны кейіннен үйреніп кетеміз. Әлі есімде, мысалы 91 жылдар алғаш рет біз өзіміздің туымызды ойлап шығаруға керек болды ғой, тәуелсіздігімізде. Сонда әркім өзінің нұсқасын берді, әркім өзінің ойын берді. Мына жерде ай болу керек деді, біреу жұлдыз болу керек, біреу ақ болу керек пайғамбардың, біреу жасыл болу керек, біреу қазақтың сардаласы болу керек деген сияқты. Соның ішіндегі қазіргі ту бізге ұнаған жоқ, шын айту керек. Бір жуыла ақжем болған сияқты да, не көк емес, не көгілдір емес, лазур дей ма бір бәле әйтеуір. Шындығында қазір ұнайды. Себеп қазір көзімізге үйрендік, көңілімізде қалды. Сол сияқты ертең кез келген әліпби көңілде қалады. Әңгіме солардың жаңағы әріптердің қайталануы, біріне бірі қосылып жазылуы, оның орфографиясы, оның емлесі ұтымды болу керек та. Әңгіме таңбан емес, таңбаны кез келгеніміз үйренеміз. Әуел кезде ойбай, мынау не деген сұмдық дейміз де, кейіннен үйреніп кетеміз. Осы латын әліпбиі арқылы біздің қазақ тілді халық, қазақстандықтар емес, не ұтады және неден ұтылады? Жақында Шахановтың да айтқаны бар осы латын әліпбиі туралы. Орыс тілін елімізде рейтингін көтеріп жібереді, қазақ тілінің рейтингін түсіріп тастайды деген. Рейтинг әліпби ауыстырудан түспейді, не көтерілмейді, шын айту керек. Әліпби ауыстыру адамның көйлегінің несі сияқты да, көйлегін өзгерткен сияқты, ауыстырған сияқты. Бұл қабыршағы. Әңгімегер тілдің әуезділігі, сөздің байлығы, біздің сөздік қорымыз, лексикамыздың байлығы, оның жаңағы оралымдылығы сол сақталады ғой. Анау сыртында қабыршақ, оны қалай ауыстырсаң да, ол ешкімге әсер етпейді. Иә, орыс тілді азаматтар далада қалғандай болатын сияқты. Өйткені олар кириллица арқылы қазақтың тезірек үйренетін еді, өйткені алфавит бір ғой енді. Ал қазір шындығында да оларға біраз күш түседі. Бірақ 30 жыл берілді ғой, 30 жылдың ішінде қазақ тілін үйренбегендер енді үйрене қоя ма деп ойлаймын да мен. Сондықтан біз өзіміздің бағытымызды ашықтан ашық, өзіміздің реформамызды, ұлттық бағыттағы реформамызды батыл жасауымыз керек. Мысалы, қазір 89 жылы қабылданған тілдер туралы заңды өзгертіп, мемлекет тіл туралы заң қабылдауымыз керек. Қысқасы, ұлттық бағытта әлі ешқандай бір қадам жасалған жоқ. Сол мүмкін латын әліпбиінен басталатын шығар. Осы латын әліпбиіне өту біздің көрші мемлекеттеріміздің арасындағы алауыздық тудырады деп ойлаймыз. Көрші мемлекет дегенде олардың бәрі өтіп біз далада қалдық қой. Әуелі Әзербайжан өтті, одан кейін Өзбек өтті, одан кейін Түркмен өтті, қазір Қырғыз ғана қалды, өтпейміз деп отыр, олар да өтеді.
Өйткені жалғыз қалмайды ғой енді біз бес республикадан. Ресейдің не деймін жаңағы, Ресей енді өзінің жаңағы ер тоқым бауырын алып тулай берсін. Оның қандай қатысы бар біреулердің әліпбиін өзгертуінде? Ойлап барсаң енді ол да бір ыңғайсыз нәрсе де. Көрші мемлекет өзінің әліпбиін өзгертіп жатыр деп, олардың шаштарын жұлғанына маған ыңғайсыз. Ол мәдениеттілікке жатпайды. Жай ғана қарапайым тілмен мәдениеттілікке жатпайды. Әр халықтың өзінің тілін өзі реформа жасауға құқы бар. Біз орыс тіліне реформа жасап жатқан жоқпыз ғой, Ресейдің мемлекеттік тіліне. Ал бәріміз білеміз, осы біздің мемлекетіміз шикізат өндіруші ғана ел. Біздің шикізат арқылы шетелдер тауарларын өндіреді, бізге қайтадан айналдырып сатады. Ал енді осы бір күні аяқ астынан біздің шикізат шетелдегі елдерге ешқайсысына керек емес болып қалған кезде біздің жағдайымыз қиындап кетеді деп ойлаймыз. Жағдайымыз қиындап кетеді, бірақ осы 30 жылдың ішінде біз қалай болса өзіміз біраз нәрсені өндіретін деңгейіміз бар еді, мүмкіншілігіміз. Сен ойлайсың ба, жаңағы не дейміз, біздің шешелеріміз, не болмаса біздің жеңгелеріміз көйлек тіге алмайды деп? Жоқ, әлде бізде машинка жоқ па көйлек тігетін? Неге біз оны Қытайдан не Түркиядан әкелуіміз керек? Жоқ, шалбар тіге алмаймыз ба? Жоқ, әлде шеге жасайтын завод жасай алмаймыз ба? Жасай аламыз, шелек жасай алмаймыз ба? Біз оның бәрін сатып алып отырмыз. Менің өзімше оның себебі біреу ақ. Мен экономист емеспін, бірақ себебі біреу деп ойлаймын. Бізде үлкен-үлкен олигарх байлар бар. Олар сырттан тауарды әкеліп бізге сатады. Егер біздің ішімізде сол тауарды өз істейтін болса, оларды сатып алған ешкім алмайды. Сондықтан олардың бәрі билікте отыр. Байлар. Сондықтан олар еш уақыттарда өзімізде өндіріс болмаса екен дейді. Міне 30 жыл бойы олар соны ұстап отыр. Әйтпесе мен білемін, жақсы жігіттерді білемін. Керек десеңіздер, мына Қытайдан тауар тасып сатып жүрді ғой 90 жылдары. Сол уақытта жақсы, ақылды жігіттер 5-6 әйелді отырғызып қойып, кішкентай үйіне машинкаға дәл сол Қытайдан айнымайтын көйлектер тіктіріп, Қытайдың жаңағы не дейміз, лейблін ба, жапсырып сатып жатты. Сондықтан өзіміз өндіре аламыз. Біз өзіміз өндірісімізді дамыта аламыз. Диверсификация дейді ғой, жаңағы экономиканы басқа жаққа бұрудың қолымыздан келеді. Бірақ соны істегісі келмейді. Істегісі келмейтін біздің мемлекетті басқарып отырған адамдар, биліктегі адамдар істегісі келмейді. Оларға оның қажеті жоқ. Өйткені олар сол арқылы өзінің байлығы тоқтап қалады. Бұл менің өзім жеке ойым. Мүмкін экономист емес болғаннан кейін дұрыс емес те шығар. Жалпы сіздің айтатын, жазған көп сөздеріңіз, әңгімелеріңіз халық арасында кең таралған. Соның бірі комиссия отырысында айтқан, кімде-кім орысша сөйлесе, ол орыстың жауы дейді. Ал кімде-кім орысқа қазақша сөйлесе, ол орыстың досы. Себебі ол оған қазақша үйренуге септігін тигізеді деген сөзіңіз бар еді. Тіпті елбасының да ассамблеяда айтқан сөзі бар. 100 қазақ отырған жерде 5 орыс отырса, біз орысша сөйлеп кететін сорлы халықпыз ғой дейді. Осы қазіргі уақыттағы қазақтардың осындай дәрежеге жетуіне өздерінің ана тілін менсінбеуіне не себеп, немесе өздерінің ана тілінде сөйлеуіне не кедергі болады? Бірінші, шындығында да осы 15 республика болдық қой баяғы кеңес үкіметінде. Соның ішіндегі орыстандыру саясаты ең көп өтіп кеткен біздің халық, қазақтар. Оны мойындауымыз керек. Неге біз кейде салыстырамыз ғой, неге мысалы Прибалтика елдері, жаңағы Балтық жағалауының елдері бірден өздерінің тілдеріне көшіп алды. Грузия мысалы қалай көшіп алды деген сияқты айтамыз да, ол бізге өте өтіп кеткен. Себебі бізде басқа ұлт өкілдері көп болды. Орыс тілді азаматтар көп болды. Сол арқылы мен білмеймін, бізде өте көп. Бұл объективті себебі. Субъективті себептер бар. Мысалы, тәуелсіздік алғаннан кейін барлық ел өздерінің мемлекеттік тілін дамытуға көшті, қолдануға көшті. Біз көшкен жоқпыз. Мысалы, Грузияда сол уақытта орыс тіл мектепте беру тоқталды. Дәл осылай мысалы барлық жерде тоқтала бастады, Өзбекстанда да тоқталды. Ұмытпасам, тек Тәжікстан мен Қырғызстанда қалды, Қазақстанда қалды. Біз керек десеңіздер әлі орыс әдебиетін оқимыз. Адам күлкісі келеді. Қажет қанша орыс әдебиетінің дүние жүзінде мысалы 200-дей мемлекет бар дейміз, соның біреуінің әдебиетін оқудың. Ол не сонда бір ерекше ел ма? Неліктен біз әлем әдебиетін оқымаймыз? Неге біз жаңағы не дейміз? Латын Америкасының бір жақсы жазушысын білмейміз? Неге біз Рабиндранат Тагорды білмейміз? Неге біз Тәжікстан Садриди Айнин білмейміз? Неге біздің балаларымыз 4-5 сыныпта Марк Твенді оқымайды, тамаша Том Сойердің басынан кешкендерін? Әлемдік әдебиет неге біз тек қана Пушкин, Лермонтовпен қаламыз? Соны 30 жыл бойы айтып, миларына сіңдіре алмай келе жатырмыз. Оның себебі біреу ақ. Бізді басқарып отқан азаматтарымыздың бәрі орыстың көбісі тәрбиесін көрген, Москвада оқыған. Оларға басқа ұлық мәдениет жоқ сияқты. Олардың анасы орыс мәдениеті. Сондықтан оларға түсіндіре алмайсың. Орыс тілі ең қазір өшіп бартқан тілдердің біреуі, шын айту керек. Жыл сайын 10-15 миллион адамға кемиді қазір орыс тілінде сөйлеушілер. Олар сол орыс тілді орыс мемлекетіне баяғыда қызмет қылған,
біз отырып отқанда сол арқылы өсіп өнген, сондықтан олардың көзіне одан басқа ешнәрсе көрінбейді. Соқыр көргеннен жазбайды дейді. Сондықтан олар тілімізді дамыту, ана тілімізді дамыту, мемлекет тілді дамыту мәселесіне шындығында саботаж жасап отыр, қарсылық жасап отыр, үндемей. Көптеген жерде қарсылық жасап отыр. Мен білмеймін, оны президент біле ме, білмей ме, бірақ шындығында да солар президенттің айналасында жүрген, біздің ел билеп жүрген ағаларымыздың көпшілігі. Оның себебі де біреу, оны мен де талай жерде айттым. Себебі егер қазақ тілі мемлекеттік тіл есебінде өзінің деңгейіне көтерілсе, белгілі бір деңгейге, онда олардың 80% жұмыссыз қалады. Кешегі мысалы 3-4 министр жүр ғой әлі күнге дейін. Москвада 5 жыл болып едім, қазақ тілін ұмытып қалдым деп жүрген министрлеріміз. Олар далада қалады шындығында. Олардың орыс мектебінде оқыған балалары 90% далада қалады. Олардың Швейцария мен Лондонда оқып жүрген немерелерінің 100% далада қалады. Сондықтан олар, мен әр уақытта айтамын, қолына қос ауыз мылтық алып, көшеге шығып бізбен соғысуға дайын. Орыс тілін сақтап қалу үшін, қазақ тілін құрту үшін, ашық айтқан уақытта. Сондықтан осы уақытқа дейін біздің бір орнымызда жаңағы балшық қаратқан машина сияқты тұрмыз, жаңағы буксовать етіп дейді орысша айтқан уақытта. Біз де солай тұрмыз. Айтамыз бәріміз, теледидардан айтамыз, ал заңды кіргізу ол жоқ. Керек десеңіздер, өткен жолы осыдан бір 10 күн бұрын ба, 20 күн бұрын президент айтты. Парламент пенен үкімет тек қана қазақ тілінде сөйлесін деп. Заңға кіргізбейді. Айтқан сөз сол жерде қалды. Заңға кіргізсе, ол басқаша болар еді. Бірақ неге заңға кіргізбейді? Әйтпесе президент соны айтқаннан кейін неге парламенттегі бір депутат орнынан тұрып, міне президент айтты, осыны кіргізейік. Тілдер туралы заңға кіргізейік ең болмаса. Бір бап есебінде өзгерту мен толықтыруларды жасау 5 минуттық жұмыс. Біз Конституцияның 18 минуттың ішінде Конституцияның қанша бабын өзгерткеніміз есімде мен. Конституцияның өзін 18 минуттың ішінде өзгерттік. Ал мынаны неге ертеңін өзгерткен жоқ біздің бір адам? Өзгерткен жоқ. Себебі оларға орыс тілі керек. Президент айтса айта берсін олар үшін. Президент енді жаны ауырғаннан кейін айтты. Өйткені андай сөзді айтудың өзі, ойлап қарсаң, Қазақстанды масқара қылу. Демек, парламентпенен үкімет қазақша сөйлемейді екен. Дүниежүзі шалқасынан түсті. Не деген масқара ел? Өзінің мемлекет тілін мойындамайтын парламент бар екен. Өзінің мемлекет тілін мойындамайтын үкімет бар екен. Бұл қандай мемлекеттік тіл? Бұл қандай халық? Бұл қандай ел басшылары? Бұл қандай мемлекет қызметкерлері деп шалқасынан түсіп жатыр. Талып қалып жатыр. Ал біздің парламенттің депутаттары басқалар үндемей отыр. Президенттің айтқанын іліп алатындар. Мен білмеймін не екенін. Жаңа парламенттерге қазақша сөйлеу керек деген сөз ғана айтылды, бірақ заң жүзінде енгізілген жоқ деп. Міндетті түрде заңға енді ертең енгізеді ғой, біреулер көтереді ғой. Мысалы, парламенттің ішінде тамаша азаматтар бар. Солардың біреуі ертең орнынан тұрып айту керек. Мүмкін айтқысы келгендей шығар. Бірақ оның жоғары жағында президент аппараты деген бар бізде. Оның үстінен қарап отырады парламенттің, ең қызығы. Шындығында да парламент ең жоғары болу керек қой, өйткені халық билігі. Бірақ оның үстінен қарап президенттік аппарат еді, ауыздарыңды ашпаңдар, үндемеңдер, бұл мәселені шығармаңдар дейді. Бірақ заң жүзінде мысалға кез келген мекемеде барып тұрған адам, клиент, яғни қай тілде қызмет көрсеткенін қаласа, қызметкерлер сол тілде қызмет көрсету керек. Міндетті, ол заңда бар нәрсе де. Осы бап, жаңа сен айтып жатқаның өте үлкен ыңғайсыз бап. Дәл осылай жазылған және қай тілде сұраса, сол тілде жауап беру керек деп. Мен араб тілін білемін. Мен арабша сұраймын. Араб тілінде жауап беру керек па? Бізде хорват бар, 4 хорват тілінде сұрайды. Хорват тілінде жауап бере ала ма бір жер? Не деген ақымақсың? Олардың қай тілде дегені орыс тілін ойлап отыр сонда, түсінік пе? Орыс тіл деп жазайын десе ыңғайсыз. Өйткені Қазақстанда бір ғана мемлекет тіл бар. Сонымен қай тілде дегенді қосып қойды, енді жақсы болды. Жаңағы арабтарға, хорваттарға, кәрістерге, олар бәрі жерде сөйтіп сөйлейді. Сонда біз қандай унитарлы мемлекет болғанымыз? Мемлекет тіліміз қайда? Мемлекет тіл бүкіл қоғамды біріктіруші, бүкіл ұлттарды, ұлыстарды біріктіруші деп айтамыз ғой, мәз болып, соның фактор деп. Онда не болдық біз? Заңымыздың өзі быт шыт. Қазір мен ана заңды қарап шықсам, 89 жылы. Жүйе жоқ емес. Білмеймін, енді оны өте жағы білімі төмен, не болмаса бір әдейі Қазақстанға жамандық ойлайтын адамдар жасаған сияқты. Жақында ғана Оғыз Доған деген азамат қоғамшылдықты Казкомбанкіне барып, қазақ тілінде қызмет көрсетуді талап етіп. Жалпы осындай азаматтар арқылы ғана біз қазақ тілін көтере алатын секілдіміз. Қалай ойлайсыз? Жалпы бұл амалсыздан, не дейміз жаңағы, әптен төзімнің таусылғанынан жасалатын амалда. Мен бұны жаңағы Балтық елдерінің амалы деймін. Шындығында біз құқықты мемлекет біз деп Конституцияда жазылғаннан кейін бұның бәрін құқықтық жолмен жүргеніміз дұрыс еді. Жаңадан мемлекеттік тіл туралы заң қабылдап, сол жерде жауапкершілік. Осы жаңағы айтылып жатқан Оғыз Доғанның жасағаны, әйтпесе Руза Бейсенбайтегінің жасап жатқандарының бәрі заңменен жасауға болады. Қалай болса солай. Бірақ заңды өзгертпесе, халық мынаған кеп, амал жоқ, мына жолға түседі. Бұны кей уақытта қырсығу жол дейді.
Мен оны Балтық елдерінің жолы деймін. Иә, ол дұрыс жасап жатқандары. Себебі одан басқа амал қалмады. Бірақ бұл жерде міндетті түрде кикілжіңдер басталады. Түсінбестік басталады. Екі адамның арасындағы, дейміз, бір ұрыс керіс, жағадан алу басталатын шығар. Бұндай нәрсе бұдан 20 жыл бұрын болған. Біздің азат қозғалысының жігіттері талай соттасып, банкілерді жеңіп, керек десеңіздер, не дейді, ақша ұтып алғандары бар, айыппұлдарды. Ондайлар өте көп барлық жерде жүріп жатыр. Бірақ енді ол уақыттарда әлеуметтік желі жоқ, және саясатта жүрген адамдар көбінесе істегенсін көп жая қоймайды. Иә, жая қоймайды. Ондай нәрселер жасалды, оның жолдары бар. Керек десеңіздер, біздің ұлт дағдарыс оны қалай жасау туралы арнайы жаңа кітапша шығарып таратқанбыз біз. Қалай жасайсың, оны қай заңға сүйенесің, қай заңды айтасың деген мәселенің бәрі жасалғанбыз. Бірақ қазір үкімет менің ойымша осыған әлі мән бермей отыр. Себебі бұл күннен күнге көбейіп келе жатыр. Және біз қазір аштан ашық айтуға көштік. Жігіттер, осы жолға түсіңдер. Себебі осы сендерге бір. Иә, мәдениетті түрде жолға түсу керек. Әңгіме бірақ нәрседе көп адамдардың түсінбейтін бір немесі бар. Егер осындай жаңағы Рузаның, әйтпесе жаңағы Доғанның ісін қайталағысы келсе, ол дұрыс та. Ол мемлекеттік тілді сақтау, қорғаудың бір жолы ғой. Бірақ бір нәрсені білу керек. Саған орысша сөйлеген адамға ренжімеу керек. Себебі адамда сөйлеудің, қай тілде сөйлеудің таңдау құқы бар. Бұл да адам құқығына жатады. Ол орысша сөйлесін саған, сен оған қазақша жауап бер, бірақ сенің де таңдау құқың бар. Екеуінің құқықтарың тең. Сол уақытта екі тілді қазақ тілдер міндетті түрде жеңіп шығады. Бір тілді орыс тілді азаматтарымыз, біздің достарымыз, олар міндетті түрде жеңіліп қалады, далада қалады. Сондықтан осыны үйреге. Арандатуға жол бермеу керек та бұл жерде. Жаңа сен аяқ жағында тілді қояды да, бірмен бір сен орыс, сен қазаққа көшеді. Және жақсы біліп алуымыз керек. Бұл мәселе, осы ең бір тырысып қалған мәселе ғой. Бұл мәселе ұлтаралық мәселе емес. Осыны міндетті түрде білу керек, осы мәселеге кірісетін болсаң. Бұл міндетті түрде лингвистикалық проблема. Тілдің проблемасы бұл. Ұлттың проблемасы емес. Мен мысалы сөйлеген уақыттарда енді орыстардың арасында менде осы 4 жылда 167 кездесу өткіздім. Мен 60-тан астам аудан, қанша қала екенін білмеймін енді. 167 кездесу. Сол уақытта орыс тілдермен кездескен уақытта менің сөзім әр уақытта қазақ тілді орыс тілді деп айтамын. Орыс қазақ деп айтпаймын. Себебі орыс тілді дегенде оның ішінде 3 миллиондай қазақ бар шығар. Одан да көп, орыстардан да көп бізде жүрген. Қазақ тілді дегенде оның ішінде де жүздеген Геральд Бельгерлер, асыл османдар бар. Сондықтан еш уақыттарда жаңағы ұлт жағына жібермеуге тырысу керек. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, және осыған дейін де айтып жүрсіз. Тілді жалпы осылай өзіміздің тілімізді қалыпқа келтіру үшін керек тәсіл прибалтика тәсілі. Амал жоқ, мен айтамын. Өйткені айтып ғой, егер біз заңды түрде жасайтын түр жоқ мемлекеттің, енді онда халық тілдік қажеттілікті өздері жасауға көшеді. Енді тіл туралы мәселені қозғап жатырмыз ғой. Жалпы өзіңізде қоғамда тіл туралы мәселелерді көп қозғайсыз. Ал өзіңіздің отбасыңыз, балаларыңыз, немерелеріңіз таза қазақ тілінде сөйлейді ме? Таза қазақ тілінде сөйлейді. Менің енді 3 қызым бар. 3 қызым да қазақ тілін жақсы қазақша біледі, орыс тілін орыстан артық біледі, ағылшын тілін ағылшындардан артық біледі. Жай ғана Айнабұлақта қарапайым қазақ мектебін бітірді. Керек па, үйреніп алды бәрін. Сондықтан олар бір тілден бір тілге көше береді. Біз білмесін деп жаңағы өзіміздің тобымызға жазған уақыттарда үшеуі ағылшынша сөйлеседі бірімен бірі. Қайдан білсін, менің де бір-екі сөзді білетінімді. Ал бірақ жолдастарымен орысша сөйлеседі, орысша кейде мақала жазады менің қызым. Орысша мақаласы шыққан күні кешке жақын Хит ТВ-ге барып қазақша хабарын жүргізіп отырады. Сондықтан үш тілділік, екі тілділік, көп тілділік міндетті түрде өте жақсы, ол үлкен. Немерелермен қазір ұрысып отырмын, өйткені немерелерім осы 2-3 сыныпқа көшкеннен бастап бұл теледидардың кесірі орыс тілін араластыруға көшті. Менің қатты қынжылатыным, менің қыздарым 7-6 сыныпта көшкен. Орыс тілі мен қазақ тілін араластыру. Енді қалада тұрғаннан кейін ойнайды, теледидар көреді, бәрінен белгілі орыс тілінің кіріп кететіні. Онда айқайлап отыратын біз. Қазір біз 1-2 сыныптан бастап айқайлайтын болдық. Демек ерте үйрене бастады орыс тілін. Бұл өте не дейді, қауіпті дейміз бе, ол көңіл аударатын мәселе. Бұның бәрін жасап жатқан негізінен теледидар. Ал теледидар күнде жатсыз, бірақ қазіргі кезде үш тілділік саясаты бар. Яғни балабақшадан бастап үш тілді үйретеді. Осы тіпті кішкентай жас сәбилердің бүлдіршіндері. Енді былайда менің ойымша олардың үйреткені бір асып сондықтан үйреніп шықпайды ғой, балабақшада да, бірінші сыныпта да үйреткені. Енді мұғалімдерге ақша болсын деп әйтеуір біреулер сонда жұмыс істеп жүрген шығар, ағылшын тілінен бері. Менің ойымша одан алмайды. Менің ойымша күндіз түні қасында құлақтарының етін жеп,
түнде ұйықтап жатқанда да құлақтарының қасында саңғырап тұратын теледидар бірінші роль атқарады. Және қазір енді оған телефон қосылды, телефондағы неше түрлі жаңағы одан да қызықты ойындар, одан да қызықты нәрсенің бәрі орыс тілінде. Сондықтан мен жаңағы балабақшаның бірінші, екінші сыныптағы ағылшын орыс тілін берудің жаңағы енгізіп жатқаны, баланың басын бұзып жатқанын өте мардымсыз деп ойлаймын. Бұл баланың жаңағы тек қана қазақ тілін жақсы меңгеруіне бөгет болып жатыр да, үш тіл араласқанда. Әсіресе қазір үлкен бір қауіп бар, үкімет онша байқамай отыр. Бұл қауіп енді 2-3 жылдан кейін барып, бірінші сыныптан бастап жайлап латын тілін үйрете бастаймыз ғой. Латын тілінің графикасы менен ағылшын тілінің графикасы екеуі бірдей, мысалы. Бәрі де латын тіліне негізделген, латын графикасы негізделген. Бірақ дыбысталуы әртүрлі. Сол уақытта шатасу енді басталады. Сондықтан мен ойымша көп тілділік деген, жалпы үш тілдік деген сөз дұрыс емес. Тіл білімінде екі тілдік деген термин бар, билингв дейді, өзгеше. Ал үш тілден бастап көп тілдік дейді. Біз ғой үш тілдік деп айтып жүргенбіз, шындығында ол дұрыс емес, көп тілдік. Көп тілдікке көшуді енді не дейміз? Мен ойымша қазір тоқтата тұрып 10 шақты жыл бойы латын жаңағы әріпін үйреніп алғанша. Содан кейін кірістірмесе шатасудың көкесі. Сонда мысалы ағылшын тілі мен қазақ тілін латын графикасына негізделген жаңа әліппемен сол уақытта шатасу басталады. Мектептерде дүниежүзі тарихынан болсын, басқа сабақтардан болсын, ағылшын және орыс тілде сабақ бере алатын мұғалімдердің айлық жалақысына 300% тағы қосымша ақы қосады екен. Жалпы осы арқылы біз өзіміздің тілімізді одан сайын төгіндетіп жатқан секілдіміз. Және тіпті қазіргі кездегі жас мамандар, жоғары оқу орнында мұғалімдік оқып жатқан студенттер болсын, олардың өздері де үш тілді меңгеріп, осы өздерінің пәндерін не барынша орыс тілінде және ағылшын тілінде бергісі келеді. Өйткені жалақысы жоғары. Мен ойымша бұл нәтижесі жетпейді реформада. Жаңағы мектептерде ағылшын тілінде сабақ беру деген бар ғой, жаңағы химия, биология, IT, математика соларды беру деген мен ойымша болмайды. Білетін адамдардың айтуына қарағанда Алматыда 12 мұғалім бар екен. Математикадан ағылшын тілінде сабақ береді. Басқаларының бәрі әйтеуір жаңағы бір 2 айлық курстардан өткен, олар енді 2 жыл, 3 жыл бойы 2 айлық курстардан өтетін шығар. Бірақ оның деңгейі сабақты түсіндіру, әсіресе андай қиын ғылым пәнін түсіндіру мен ойымша жетпейді. Бұл бір. Екіншіден, соны ұғатын 300 мыңдай миллион бала бар, соны ұғатын жағын айтып тұрғанлар, ананы дайындайық дейік, әйтеуір бірдеме айтпесе шетелден алайық дейік, ақша беріп шақырып алайық, Америкадан, Англиядан математиканы оқытады. Бірақ соны түсінетін миллиондаған қазақтың балдары бар. Және ең қызығы, соны жүзеге асырамыз реформаны деп жүрген біздің оқу және білім және ғылым министрі 29 жылдың ішінде орыс мектептерінде оқитындарға қазақ тілін үйрете алмай қойды. Қазір орыс мектебін бітіріп шыққандар қазақша сеніменен не сияқты сөйлесе алады? Сөйлесе алмайды. Енді сондайға шамасы келмей отырып, мына шоқпарды белдеріне қыстырғаны маған мүлдем түсініксіз. Үшінші мәселе, бұл қазақтың өзінің химия ғылымы бар, қазақ тіліндегі биология болсын, математика ғылымдары болсын, Асқар Жұмалетаев сияқтағылар. Бұлардың бәрі қазақтың математика ғылымын дамытты, қазақ тіліндегі. Енді егер біз 9-10-11 сыныптарда оның бәрін ағылшын тілінде берсек, біздің соны қазақ тіліндегі 4 негізгі пәні ғылымымыз өледі, қазақта құрайды. Осы кімге керек? Фейсбукқа жазбай кеттіңіз қазір. Мен Фейсбукқа еш уақытта жазған адам емеспін. 1-2 рет қасымыздағы жолдастарымыз Фейсбук ашып беріп, 1-2 нәрсені салдым, 1-2 рет та болды. Фейсбукта еш уақыттарын айтпаймын, мен адамдармен кездескенді жақсы көремін. Адамдардың көзіне қарап отырып, түсіндіргенді жақсы көремін. Негізінен мен енді ағартушы саясаткермін деп ойлаймын өзімді. Көбінесе бірдеңені түсіндіргенді жақсы көремін. Сондықтан Фейсбукқа деген бір көңілім онша жоқ. Бірақ енді жолдастарым айтады, жолдастарым, інілерім бар, Айдостарым, Расул Жұмағұл деген жаңа келген алшылдарымыз. Солар айтады, дос екесі міндетті түрде кіріңіз Фейсбукқа. Өйткені ол пікірін қалыптастыру, көзқарас қалыптастыру өте жақсы құрал деп, мүмкін мен де Фейсбукқа келетін шығар. Сол Фейсбукта сіздің атыңыздан жазылған дейік, бір пост бар еді, соны өзімді оқып берейін. Балуан Шолақ пен Махамбет, Жаяу Мұса мен Мәди, Абай мен Шәкәрім, Жүсіпбек пен Міржақыптардың айтқан, жазған ауыздарынан шыққан сөздері ұлағат болса, өмірлері үлгі болып табылатын. Тоталитарлық жүйе толық орнап, компартия шексіз билік құрған заманда бұлардың аузына қақпақ бола алмаған кеңес үкіметі жазалау әрекетіне көшті. 37 жылы арыстарымызды қырып болып, енді қайтып ұлттың сөзін айтатын ешкім қалмады деген кезде 50 жылдары Бекмахановтар мен Есенберлендер тағы шықты.
Меніңше сонда ғана компартия жаңа тәсілге көшті. Халықтың үнін асып атып тоқтата алмайтындықтарын білген билік талант иелеріне сан түрлі одақтар жасап, шығармашылық үйлер салып берді. Кітаптарын шығарып, сый-сияпатқа бөледі. Осы тәсіл арқылы жел қайдан соқса, сол жаққа жапырылатын зиялы қауым пайда болды. Оларда Құдайдың берген таланты қалды да азаматтық жоғала бастады деген постыңыз бар еді. Қазіргі уақыттағы жазушылар одағында болып жатқан айқай-шуда осы тәсілдің бір көрінісіне ұқсайтын секілді. Иә, өкінішке орай болып ондайлар бар. Мемлекет әлі күнге дейін мемлекет басқарып отырған бұрынғы коммунистік партияның басшылары ғой. Номенклатураға, жаңағы сол партияның номенклатураға. Тәуелсіздік үшін күрескен бір адам да жоқ жоғарыда емес, ашық айтпай. Бізде тәуелсіздік алып бердік та, жаңағы билікті өздеріне қайталап қолына бердік. Сонда қысқасы бұлар дәл солдай тәсілді қайталап жалғастырып жатыр. Мысалы, жазушыларға беретін стипендия бар екен. 40-қа жуық жазушыға стипендия беріп тұрады екен. Башқұрттан мені көп сынай қойма, тыныш өздерің отыра берген. Соңғы уақыттарда мен де сол мәдениет туралы заңға өзгеріс енгізетін комиссияда болдым, жұмыс тобында. Сол уақыттарда Нұрлан Оразалин ағамыздың көтергені бойынша жылына 200-дей әлеуметтік маңызы бар кітаптарды 5000 тиражбен шығару және оларға қаламақы беру туралы заң қабылданды. Мен жалғыз өзім қарсы шықтым 40 адамның ішінде. Қарсы шыққан уақытта айттым, мен 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ, мен бұдан қарсымын. Неге? Себебі жазушылар егер өздері жақсы кітап жазса, оны адамдар жүгіріп жүріп тауып алады, қанша ақша болса да сатып алады. Жетпей қалады, жетпесе қайталап басады. Олардың агенттері болады. Өзі нарықтық экономикаға көштік қой, қайта кетеміз. Ал мына жерде үкімет айтады, міне біз қазір қараймыз, таңдаймыз, өзіміз береміз, 5000-ға шығарамыз. Ал оның әлеуметтік маңызы бар екенін кім шешеді? Сөйтсем, соны басқарып отырған парламенттің спикерінің орынбасары айтады, оны біз азаматтық бір комиссия құрамыз дейді, қоғамдық түрде. Ал жаңағы заңда жазылған ведомстволық комиссия дейді. Мен айттым, міне ведомстволық комиссия құрасыңдар. Ведомстволық деген сол министрліктің ішінде отырған адамдар құрасыңдар. Біріншіден, екіншіден, бір жылдың ішінде 200 кітапты таңдап алу үшін сен 500 кітап оқуың керек. Мен 500 кітап оқи алмаймын, сол комиссияның мүшесі болсам. Ол ойға сыймайтын мәселе, ол алдау жай ғана. Бірақ сол өтті. Себебі мен жалғыз өзім ғана қарсы болдым. Қысқасы енді оларға қаламақы береміз. Ол кітап оқыла ма, оқылмай ма, оған бәрі ғана жазушыға менің ойымша. Сол кітаптың беті ашылмаған да шығар. Бірақ қаламақы алу керек, кітап шығу керек. Біздікі баяғымызша. Бұл да жазушыларды, халыққа сөз өтетін адамдарды алдаудың бір түрі мемлекет тарапынан. Ақша беріп қоюдың бір түрі. Тыныштандырып қоюдың бір түрі. Бұл да саясат, бұл бұрынғы коммунистік партияның тоталитаризм кезіндегі жасаған саясатын қазіргі шапандарын ауыстырып киіп, коммунистік партияның орнына Нұр Отан болып отырғандардың әрі қарап жалғасып отырған саясат. Шахмат ойнай аласыз ба? Ойнай аламын. Бірақ жақсы ойнаймын, жүрегім білемін. Қазіргі қоғамда шахматтағы фишкаларды кім деп айта аласыз? Шахматтағы фишкалар, менің ойымша, президентімізден басқамыздың бәріміз пешка сияқтымыз да. Ал шахматтағы пілді кім деп айтуға болады? Тура жүріп, тура қайтатын болды. Қазақта әр уақытта піл болғанда, әр уақытта бір қырсықтау шалдар болған, ойынан қайтпайтын, әр уақытта бетке айтатын азамат жігіттер болған. Сондықтан менің ойымша, ондай пілдер көп сияқты. Әрбір ауылда, әрбір жерде, әрбір қоғамда кездеседі олар. Бір беткей қайсар адамдар. Бірақ сол қайсар адамдарға айла мен тәсіл керекті. Себебі қазіргі заманда саяси ойында бұл жерде шоқпар алып, ойбай мынау жоңғар кеп қалды деп шығу емес. Бұл жерде міндетті түрде белгілі саяси ойын, белгілі бір саяси аренадағы күрес жолдары, соның тәсілдерін білу керек. Әрине, батырлық, ерлік, жүректілік керек. Себебі оған шығу үшін де ерлік керек адамға. Ал шахматтағы жылқыны кім деп айтуға болады? Жылқы қазақтардың бәрі шығар. Біз өзімізді жылқыменен, жылқы мінезі деген сөз бар қазақта. Ал ферзлар кім? Кез келген бақытта жүре алатындар. Шахмат істеу. Ферзлер менің ойымша саясаткерлер. Қазақстанда менің ойымша әрі кетсе 3-4 саясаткер бар. Солар ферзлар шығар. Ал король? Король біреу-ақ, ол біздің президентіміз әзірше. Қазір кезекті бағдарламаның тұрақты айдарына берсек, я жоқ деп аталады. Яғни қазір сізге бірнеше сұрақ қоямын, соған тек я немесе жоқ деп қана жауап берсеңіз. Өзіңізге жиі есеп бересіз бе? Жоқ. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Шындықпен қорқасыз ба? Иә. Зерігуге ішіңіз пысуға уақытыңыз бар ма? Иә. Мақтанғанды жақсы көресіз ба? Жоқ. Мақтағанды ше? Жоқ.
әлі күнге дейін үй алатын істеріңіз бар ма? Иә, Өлімнен қорқасыз ба? жоқ. Бағдарламаға жалпы қонақ келген адамдардың барлығына осы соңғы сұрақты қойсақ, өлімнен қорқасы барлығы иә дейді. Сіз неге жоқ? Себебі адам туған уақыттарда алдына қойған бір мақсат бар екен. Ол өлімге жету. Одан неге қорқу керек? Адам туғаннан кейін барып, келетін жерің сол, жолдың шеті. Оны бәріміз білеміз. Сондықтан білетін нәрседен қорықпаймын. Білмейтін нәрседен қорқу керек. Өзіңізді екі ауыз сөзбен суреттеп бер десе, кім деп суреттер едіңіз? Жалқаулығы басым, саяси өмірде жүрген бір азамат. Ал жалқаулығы басым, саяси өмірде жүрген бір азамат теледидарда не көреді? Көбінесе мен детектив көрем, сосын спорт бағдарламаларын көбірек көрем. Оның ішінде бокс, футбол, снукер. Қазіргі уақытта, дәл қазіргі біздің қоғамдағы қазақтарға қандай қасиет жетіспейді? Қазақилық жетіспейді, қазақтық жетіспейді, қазақ бола алмаймыз. Қазақ болсақ, басқа нәрсенің бәрі сосын жүзеге аса береді. Ал осы қоғамдағы қазақтарды қалай қазақи қылуға болады? Оларды қазақи қыла алмайсың, енді айтасың, насихаттайсың, олардың өздері қазақи болады. Мысалы, тәуелсіздік алғаннан кейін миллиондаған қазақтар неге ОФФ-тен құтылмады, орыс тілінен кейін? Неге олар балаларын қазақ мектебіне бермеді? Қысқасы қазақ болмағандықтан ғой. Сондықтан олар осыған өздері келу керек та. Мынау мен бір рет бір молдамен сөйлесіп қалдым да, ақылды бір молда жігітпен. Сонда айттым да, мысалы, көшеде мынау Иегова куәгерлері тағы біреулер болады ғой, жаңағы қолдарына кітап алып, ұстап алып, жаңағы сенің насихаттап, мәсих келеді, бірдеме келеді деп жүретіндер, білесің. Мен сосын айттым, неге мынау молдалар сөйтпейді? Неге олар насихаттамайды? Неге олар адамдармен кездеспейді? Олар неге тартпайды? Мынау біздің мұсылмандар кетіп жатырған жаққа дейміз ғой, мыңдап кетіп жатыр екен, жаңағы біреуі Иеговаға, біреуі баптист, біреуі Харе Кришна деп. Сонда тамаша сөз айтты маған. Егер олар сөзге еретін болса, олар өте әлсіз мұсылман. Олардың мұсылман болғанының бізге қажет жоқ деді. Бұл белгілі бір не дейді, сын дейді. Олар сыннан өте алмай қалды ма, мейлі олар Иегованың адамы болып кете берсін. Ондай әлсіз адам Иеговада жүрсін, біздің арамызда жүрмесін. Біз мұсылмандарды өзімізге тартпаймыз деді. Адамның өзі келеді Алланың жолына, біз оларға соны түсіндіреміз, айтамыз. Бірақ көше-көшені кезіп, құрандарымызды таратып, әр адамға түсіндіріп, әйтпесе мынаны бүйтеу керек деп, біз өйтіп жүрмейміз деді. Себебі адамның өзі Алланың жолына өзі келу керек дейді. Мен сонда таңғалдым. Сол сияқты қазақ болу үшін біреулер айтады, мысалы, латын тілі еніп еді, көбісі балаларын орыс мектебіне бере бастады. Мен айтамын, қуаныштымын. Аз болсақ та өте мықты болатын, қайсар болатын, нағыз қазақ болатын адамдар қалсын. Ал егер қазір балдарын орыс мектебіне беріп, тек латын тілінен қорқып беріп жатыр ма, ол жақсы қазақ бола алмайды. Оның балдарын қазақ мектебіне бергендерін мүмкін қажет жоқ та шығар деп ойлаймын. Егер орыс тілін алып, қазақ тілінен жиреніп жүр ма, оны бері қарап тартудың да қажет жоқ шығар. Орыс болып кете берсін, ол өзінің таңдауы шығар. Ал біздің арамызда нағыз бауыржан момышұлы адамдар қалсын да. Бүгінгінің батырлары кім сіз үшін? Мен енді бүгінгінің батырлары дәл қазір кездегіні не дейді, біреуін айтсам, екіншісі ренжіп қалуы мүмкін ғой. Менің ойымша ең батырлар менің енді өзім көрген. Бұл тәуелсіздік кездегі желтоқсан және азат қозғалысы кезіндегі өзіміздің қасымдағы достарым да. Олар енді бірде мені қиратқан жоқ шығар. Бірақ шындығында да өте қиын кезде, бір аумалы төкпелі заманда, қилы заманда дейміз ғой, сол уақыттарда қазақтың тәуелсіздігі үшін күрескен адамдар мен үшін одан артық батырлық жоқ. Ал жастардың ішінде кімді батыр деп айта аласыз? Немесе кімді болашақта батыр ретінде көресіз? Мен енді ол жағына шын айтсам жауап бере алмаймын да. Мен болашақта саясаткер есебінде мүмкін көретін шығармын. Мынау жаңағы Расул Жұмалыны, Айдос Сарымдарды, тағы басқа мен өзім танитын азаматтар бар да, қазір саясатқа араласып жатқан. Ұлттық бағыттағы саясатқа араласып жүрген. Мен соларды болашақта ең болса жаңағы сенатор, министр есебінде көргім келеді. Өйткені олар билікке бармаса, біз осы таза қалпымызша қаламыз ба деп қорқамыз. Себебі ана жаққа шындығында да қазақтың саяси бағыттағы жақсы маман адамдары бару керек та. Ондай жастар бар. Мен енді облыстардан көрем, осындай кездесулерден көрем, олар бар.
Бірақ бізді қазір тіршілік басып кетті. Ол жастар саясатқа араласқысы келетін шығар біздер сияқты. Біз де 33 жасымызда саясатқа кірдік алғаш араласқанда. Бірақ қазір үй алуың керек, үйленуің керек, баланы бағу керек деген сияқты күйбең тіршілік дейміз ғой, сол алып кетті. Егер мен жаңа сорыс болсам, үлкен бір қор құрып, сондай көзге түсетіндердің бәрін ай сайын мысалы бір $3000 беріп, бір 40-50 баланы дайындап шығарар едім да. Ойламаңдар баланың болашағын, үйіңді, машинаңды, оның бәрін мына жақтан беріп отырамыз деп. Сондықтан мен ойымша оны түсінемін де олардың саясатқа неге араласпай жүргендерін. Бірақ олар бәрі оянады. Досаға өмірде қаншалықты шынайы және өмірде өтірік айтатын сәттеріңіз көп пе? Саясаткер еш уақыттарда шын айтпайды. Оны мойындайық та. Біз кейде бір нәрсені асырып айтамыз. Себебі саясат дегеніміз алдыңа қойған мақсатқа жетудің жолдары мен тәсілдері. Бізге мақсатқа жетсек болды, саяси мақсатқа жетсек. Сондықтан біз әрине кей жерлерде алдаймыз. Бірақ ол алдау не дейді, бір күнә есебінде алдау емес. Мысалы, футбол ойнаған уақыттарда сен қақпашының қасына келесің де финт жасайсың. Алдайсың ғой. Алдайсың да гол саласың. Жұрт ду қол шапалақтайды. Сен жаңа ертең газетке шығасың, ол да алдау. Бірақ сен сол футболдың заңының ішіндегі алдау. Саяси әлемде де алдау бар, бірақ ол алдау жаңағы біреуді өтірік алдап отырғызып кету емес. Саяси тәсілдердің ішіндегі белгілі бір тәсілдің бір жол есебінде алдау бар. Сондықтан біз өзімізді мен мүлдем жаңағы айтқан сөзім бәрі шындық деп айтпаймын. Екіншіден, ой, шындықты шырылдатып айтады, шындықты айқайлатып айтады деген жек көремін. Саясаткер еш уақытта айқайлап шындық айтпайды. Ол шындықты айқайлап айтасың ба, сен жаңағы үлкен жиындарда, митингілерде көсем болып шыға алдына. Саясаткер көп жағдайда көсем емес. Саясаткер мынау көлеңкеде отырып, бәрін жасайтын адам. Бұл штаб бастығы, бұл тактика мен стратегияны қабылдайды. Ал жүзеге асыратын топтары, оның дайындығы ол басқа мәселе. Сондықтан саясаткер бұл соның жолының бәрін, тәсілдерін анықтап береді. Сондықтан саясаткер еш уақытта, мен ойымша, еш уақытта деп айтпай қойық, көпшілігінде шындықтан гөрі айла тәсілді алдына қояды. Анаған жету үшін. Құр шындықты айтатын адам еш нәрсеге жетпейді. Ол енді тек қана халыққа жеткізетін шығар өзінің ойын, ақиқатын жеткізетін шығар айқайлап. Бірақ ол арқылы саяси мақсатыңа жете алмайтын шығарсың. Сондықтан мен саясаткерлерді шыншыл адамдар ау деп көп айта қоймаймын. Саясаткерлер көп жағдайда шын айтпайды дейсіз. Ал бүгін мен сұхбаттасып отқан саясаткер бүгінгі сұхбат барысында қанша пайыз өтірік айтты? 1%-ға жетпейді. Себебі бұл жердегі менің саяси мақсатым жоқ. Егер саяси мақсат болса, мен әрине мүмкін бір-екі нәрселерді қосып алар едім. Қазір мен мысалы екеуміз сөйлесіп отырғанда мен алдыма саяси мақсат қойып отырған жоқпын. Мүмкін бір саяси мақсат бар шығар, халық осы менің сөзімді түсінсе екен, халыққа жетсе екен деген. Бұл енді түсінікті мәселе да. Бірақ сол арқылы мен бүйтсем, сөйтсем екен деген ой жоқ, себебі бұл сұхбат. Бұның өзінің форматы бөлек. Алтын уақытыңызды қиып, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған қоғам қайраткері, саясаткер, ағартушы саясаткер Дос Көшім ағамыз. Және мен Нұрбол Шыныбай, Нұрлы күндерде жолыққанша.